Сәлем қыздар. Қазір мен сіздерге доставка жөнінде айтқым келеді. Оны қай жерден қарап, қалай қарайтынын, иә. Ол үшін біз личный кабинетімізге өтеміз. Және бұл жерде сіздерге грузовик туралы айтқам, иә. Грузовик ол біздің заттарымыз қай жерде келе жатқанын көре аламыз бұл жерде. Отслеживание жасай аламыз. Ол грузовикке басамыз. И міне біздің заттарымыз Қытайдың складына бара жатқан заттарымыз, бұны біз қай жерден қалай көре аламыз. Біріншісі тұрған бұл продлить, доставканы продлить ету. Екінші тұрғаны бұл отследить заказ. Үшінші тұрғаны бұл подтвердить заказ. Бұны үшіншісін баспаңыз, вообще баспаңыз, керек жоқ. Үшіншісін басудың қажеті жоқ вообще. Біз басамыз ортасындағы отследить заказ. Мінеке біздің товарымыз, міне біздің товарымыз 29 майда Қытайдың складына жетіпті біздің грузовигіміз. Бұл жерде мінеке бұл жер оранжевый тұр, міне оранжевыйға боялып тұр доставка. Егер бұл жерде серый болып тұрса, онда әзір біздің затымыз складқа жетпейді деген сөз. Складқа жетсе, уже мынандай немен оранжевым боялған, міне 29 майда 11:25 складқа біздің жетіпті. Бұл жерде бірінші біздің айымыз тұрады 05 деп, 29 деген күніміз тұрады, түсіңіз ба? Содан кейін барып уже уақыты кетеді. Ендігіде бұл мынау біздің міне трек номеріміз. Осы трек номерді біз копировать етіп, біздің анау Кайлан Каргоның приложениесіне салып, одан кейін уже Қытайдың складынан бастап Қазақстанға шейін отслеживание жасай аламыз. Мына жерде тұрған міне копировать, осыны серийді бассақ, уже біздің трек номеріміз копировать етіледі. Одан кейін барып біз уже осыны копировать етіп приложенияға салып, немізді әрі қарай Қазақстанға қашан жетті, соны қарай аламыз. Енді әрі қарай мен сіздерге Кайлан Каргоға қалай тіркеліп, оған біздің трек номерімізді қалай жазып, отслеживать етуге болатынын көрсетемін.